Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін өзімнің бау-бақшама кішкене обзор жасамақшымын. Яғни бау-бақшадан өсіп шыққан көкөністермен әдемі тамақ жасаймыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен көкөністерімізді жақсылап тазалап жуып аламыз. Біздің 40 қабатты алып, ортасынан бөліп, кішігірім етіп турап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қазір көкөністердің мезгілі, сондықтан да көп тағамды осы көкөністермен жасауға болады. Қабатымызды турап алдық және де оны жеке ыдысқа салып қоямыз. Ал енді келесі бөлім ол бізде картопты алып, оны орташа етіп турап аламыз. Және де жеке ыдысқа картопты да салып қоямыз. Ал келесі ол бізде жуаны да кішігірім етіп турап аламыз. Және де бөлек ыдысқа салып қоямыз. Ал енді жаңағы бау-бақшамнан шыққан сәбіз, оны осындай теркамен күштен өткіземіз. Бұл қызанақтарда негізі мен бау-бақшамнан шыққан, соны да тураймыз кішігірім етіп. Егер де қызанақ болмаса, томат пастасын қоссаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Және де ол келесі сарымсақты мен осы кішігірім етіп турап алдым. Ал келесі көкөнісіміз ол қиярды да осылай ұсақтап ұзынша етіп турап алдым. Негізі қиярды қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады, өз ыңғайыңызға қарай. Және де келесі ол қызылшаны да осылай күштен өткізіп аламыз. Ал енді тағамды жасауға кірісейік. Жеке ыдысқа сұйық майды құямыз, оның үстіне пиязды салып, оны жақсылап қуырып аламыз. Және де бұл тағамға кез келген сорпаны дайындасаңыздар болады. Менде бұл жерде қойдың еті. Бұны тауықтың етімен немесе сиырдың етімен жасасаңыздар да өте дәмді болады. Алдын ала етке байланысты сорпаны қайнатып пісіріп аламыз. Және де осылай көбіктерін алып тастайсыздар. Ал жаңағы қуырып жатқан пиязымыздың үстінен сәбізімізді саламыз және де тағы бір рет қуырып аламыз. Келесі сәбіз бен пияздың үстіне біз қызылшамызды саламыз және де тағы да бір рет қуырып аламыз. Жаңағы қуырып жатқан көкөністеріміздің үстіне томат пастасы немесе мен сияқты қызылша қоссаңыздар болады. Және де сарымсағымызды қосып, тағы бір рет араластырып аламыз. Осылай жақсылап қуырып аламыз. Көргендеріңіздей сәл суы шығады. Ал енді піскен етімізді бөлек ыдысқа салып аламыз. Және де егер сорпаңыз аз болса, үстіне тағы да қайнаған су құйып жіберсеңіздер болады. Ал енді қайнаған сорпамыздың үстінен кезек көкөністерімізді саламыз. Ең бірінші ол бізде 40 қабат салып, 1-10 минуттай пісіріп аламыз. Енді 40 қабаттың үстінен біз картопымызды саламыз. Кейін
туралған қиярымызды саламыз және де бір араластырып аламыз. Ал енді дәміне қарай лавр жапырағын қосамыз. Және де алдын ала бір кеседей жуылған күрішімізді саламыз. Бетін жауып 10-15 минуттай бұқтырамыз. Ал енді жаңағы піскен етімізді суығаннан кейін кішігірім кесекпен турап аламыз. Ал енді сорпамыздың үстіне алдын ала дайындап қойған қызылша, сәбі және де пияз қосылған салмамызды салып араластырып аламыз. Және де дәміне қарай тұзын, бұрышын саламыз. Енді бетін жауып 20 минуттай пісіреміз. Бетін ашқаннан кейін үстіне піскен етімізді салып, тағы да бір рет араластырып аламыз. Осымен біздің тағамымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл тағам бәріміз білетін борщ тағамы. Яғни борщты әркім әртүрлі жасайды. Мен өзім жасайтын әдісті көрсеттім. Енді осы сүйікті тағамымызды ыдысқа құямыз және де бетіне қаймақ немесе майонезбен жеген өте дәмді болады. Үстіне әдемілік үшін көк шөптер сепсеңіздер болады. Баршаларыңызға ас болсын. Менің арнама тіркелгендеріңізге көп-көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.